Жамбату, тек қана қыздар. Кеш жарық достар, бір әжеміз өсек айтып отырып, беріліп кеткен соншалық бір есін жиса өз-өзін жамандап отыр екен. Еуразия ұлттық университеті құрамасы. Мемлекеттік қызметкерлерге жұмысқа ұялы телефон кіргізуге тыйым салынғалы бері, Мұрат Абелов ағамыздың кәз дүкенге шығып келейін деген әңгімелер көбейіп кетті. Фемида Ақтөбе. Соңғы түйенің жүк ауыр дегенде естіген түйе ең алда тұрған түйемен ауысып алыпты. Қармақшы. Жалпы танымал әнші Төреғали Төрәлі Байқоңырда туылған. Оны қазақтар ұлы дала баласы дейтін болса, орыстар оны улы дала баласы дейді. Негізінде екеуің де айтқандар дұрыс. Байдың балалары. Сіркесі су көтермей тұрған бір тал жапырақтарына жыбырламайтын тұтымдар ше. Кіммен қош айтсамыз? Тек қана қыздар. Астана, Еуразия ұлттық университеті, екінші айналым. Мүлдем достары жоқ бір қыздың ұзатылуында мүлдем флешмоб болмапты. Фемида. Өмір бойы фонограммен ән айтқан бір аға кейде гастрольге өз шықпай әндер жазылған флешкісін беріп жібереді ауылдарға. Қармақшы. Жалпы біз қызылордалықтар Алматыда өтетін универсиадаға жаңа спорт түрін ұсынамыз. Спорттың атауы желге қарсы жүгіру. Қош айтсамыз? Мен бармын ғой. Уйбай. Байдың балалары. Бірде-бір жоңғарды өлтірмеген батырдың қылышы менің арым таза депті. Қош айтсайық. Еуразия ұлттық университеті. Үшінші айналым. Фемида. Кезінде асаба болған сот айыпталушыны билетіп шақырады екен ағайын. Екінші. Еліміздегі мәдениет қайраткері деген атақты алудың екі түрі бар. Бірі филармонияда 30 мың айлыққа 25 жыл жұмыс жасайсың. Екіншісі елім менің немесе Астана деген ән жазасын. Таңдау өздеріңізде. Қармақшы. Пластикалық операция жасайтын практикант жігіт бірінші практикасын өзінің әжесіне істепті. Атасы мәз дейді. Екінші. Екі атақты Геннадий Геннадьевич Головкин мен Геннадий Геннадьевич Шиповский кездесіп, бірі қалай ұру керектігін үйретсе, бірі қалай қазақша мақалдау керектігін үйретіпті. Головкинді мықты мақал айтады деп ойламаппыз жалпы. Байдың балалары. Бір көкеміз 10 жыл қолданбаған сим картасына байқаусыда бірлік сал жеріп, сим картан байқысы орнынан бір аунап тұрған шығар депті. Екінші. Асық ойнап жатқан балалардың қасынан өтіп бара жатқан қой балаларға қарап қатыгезсіңдер. Депті. Қош айтсамыз. Фемида Ақтөбе. Финал, 3 әзілден. Қармақшы. Ең бірінші болып Қармақшыда Facebook парақшасын ашқан адам әкімшіліктің баспасөз хатшысы болып кетті. Екінші. Жалпы Астанада қазір өзекті мәселе әр облыс күндері өтіп жатыр. Соған бір өтініш, бір күнді арнап біздің Қармақшы күндері қоясыздар ма? Біздің әкім просто жаман Астана көргісі келіп жүрді. Үшінші. Жалпы Қармақшыда 91 тобына ұқсайтын жаңа топ ашылды. Бірақ олардың шаштары боялмаған, сырға тағылмаған, әндері әлі жазылмаған, киімдері тігілмеген, өздері әлі бір-бірімен таныспаған, жалпы рухани иглстар болып жүр қазір. Байдың балалары. Өмірден түңіліп кеткен бір тал, көкемен суғармай қойыңыз, қоя беріңіз депті. Екінші. Тойда, триода ән айтатын әнші қыздардың сөмкесінде істемейтін микрофондар жүреді екен. Және соңғы.
түнгі сағат 3-те отырыстан тіреліп келген будильник үйіндегілерін оятып алып, азында өздерін тұрыңдар е. Немене? Депті. Жеңімпаз. Байдың балалары.